Өзімнің басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Астана қаласы магазинде директор болып жұмыс жасадым 2023 жыл. Кассада бір қыз болатын, 2003 жылға есімі Аяулым деп айта салайын. Содан не керек, жұмысқа тұрғалы сіз деп жүретін. Бір күні жұмыс көп болып отчет жасап отқан кезде инкассация санауға кабинетке келді, іш пысып әңгіме айта бастадық. Ол бір кезде тамақты ерекше махаббатпен жасайтынын мақтана айта бастады. Сонымен ең соңында сізге бір күні күшті қылып тамақ жасап әкеліп берем деп уәде берді. Менің ойымда ештеңе жоқ, мақұл деп қала бердім. Содан бір күні сол кассир қыздан сообщение келіп тұр: сәлеметсіз бе, мен сізге тамақ жасадым, бірақ жұмысқа әкеліп беруге батылым жетпей тұр. Жұмыстағылар не ойлайды? Уақытыңыз болса үйге келіп жеп кетіңіз деп жазып жіберіпті. Ол сол күні демалыста еді, жақсы адрес жазып жібер дедім. Содан не керек, обед ішуге жаңағы кассир қыздың үйіне келдім. Өзі мені келет деп ойламаған сыйықты, ұялып қызарып кеткен. Содан тамақ дайындап қойған, әзілдесіп күліп отырдық. Өзі анасы екеуі ғана тұрады екен, анасы командировка мен басқа қалаға кетіп қалыпты. Ол содан әңгіме барысында жұмыста кассир қыздар бәрі бастары қосылса мен туралы неше түрлі ойларын айтып отырады екен. Өзі байқамай маған сіздің сөйлегеніңіз, әсіресе ұрысқаныңыз ұнайды деді. Көзіме қарауға батылы бармай, төмен қарап отыра берді. Өзі топик киіп алған, бұрыннан негізі жұмыста біраз балалардың ойы кетіп, ауыздарынан сілекей ағып қарайтын. Мен қарным тойып, ойым кете бастады. Сол күні ерекше күн ыстық болып, мен сәл ыстықтадым деп айтқаным сол еді. Душқа түсіп алыңыз деп орамал берді. Әрі қарай не болатынын түсінбей душқа кіріп кеттім. Салқын судың әсеріне мүшем тұрып кетті. Сол кезде кассир қыздың сығалап тұрғанын көріп қалдым. Сасқанымнан кел бірге душқа түсейік деп шақырдым. Ол да дайын тұр екен, бірден топигін шешіп кіріп келді. Содан не керек, кассир қызда салқын судың астында қолын кафельге тақап қойып, тоңқайтып құралымды тақасам асты су болып дайын тұр екен, бірден сүңгітіп жібердім да 40 минуттан аса итердім. Сөйтіп душтан шығып тағы бір тастадым. Үшінші рет өзі мені жатқызып қойып, менікін аузына алып 20 минут соң бітіргізді. Ол мәз, осы күнді қанша күттім деп. Сөйтсем кассир қызымыз 19 жасында, біраз нәрсе көрген екен. Мені көрсе қозып, постоянно повод іздеп мен отырған кабинетке келе берген екен. Содан не керек, 6 ай бойы кабинетте инкассация деп есікті жауып алып махаббатқа беріліп жүрдік. Ұзақ болса айып етпейсіңдер,